Саламатсыздар ма, білім алушылар? Мен Түркістан облысы Арыс қаласындағы номер 17 колледждің физика пәні оқытушысы Сатымбекова Маржан Абдықадыровна. Сіздермен бірге бүгінгі күні тоқ көзінің электр қозғаушы күшін және ішкі кедергісін анықтау атты зертханалық сабағымызды жүргіземіз. Жұмыстың мақсаты құралдың бір бөлік құнын анықтау, электр тізбегін құрастырып үйрену, формулалардың көмегімен электр қозғаушы күшті, кедергіні, ішкі кедергіні есептеу. Бізге қажетті құрал жабдықтар: зертханалық тоқ көзі, кілт, жалғауға арналған сымдар жинағы, вольтметр, амперметр және реостат. Жұмысымыздың негізгі бөліміне көшейік. Бізге қажетті кілт, көрек көзі, яғни тоқ көзі, вольтметрдің көмегімен мынау сызбаны жинақтайық. Яғни осы сызба бойынша тоқ көзін кілт арқылы вольтметрге параллель жалғаймыз. Вольтметрдің көрсетуі тоқ көзінің электр қозғаушы күш шамасын өлшеп береді. Яғни теориялық бөлімнен тәжірибелік бөлімге көшейік. Назарларыңызға бейне сабақты ұсынамын. Мұқият назар аударып қараңыздар. Тоқ көзінің электр қозғаушы күшін және ішкі кедергіні анықтау деп аталады бүгінгі зертханалық жұмысымыздың тақырыбы. Соған орай мынандай құралдарды жалғайық. Яғни бізге қажетті тоқ көзі, тұрақты тоқ көзі ретінде бізде түзеткіш қолданылады, плюс-минус полюстері бар. Соған алдымен осы құрылғының электр қозғаушы күш шамасының мәнін анықтау үшін біз бұған параллель етіп вольтметр жалғаймыз. Вольтметрді параллель жалғап, сол жағдайда мына вольтметрдің көрсетуі бізде тоқ көзінің электр қозғаушы күш мәнін білдіреді. Тізбекке қосайық, яғни біз мінекей плюс полюсынан шыққан бізде вольтметріміздің 15 вольттық деңгейлік тетігіне қосылып отыр, және минус полюстен шыққан тетігі бізде вольтметріміздің минус тетігіне қосылып отыр. Тоқ көзін қосайық. Сонда вольтметріміздің көрсетуі бізде 12 штрихты көрсетіп тұр. 12 штрих бір бөлік құны бізде 0,5-ке тең, яғни бізде 6 вольтты береді. Мінекей байқағандарыңыздай, біз сіздермен электр қозғаушы күш шамасын өлшеп алдық. Яғни келесі кезекте тура осы сызбаға қосымша амперметр және реостат жалғанады. Осы жағдайда біздің вольтметріміздің қызметі ендігі кезекте кернеуді көрсетеді тізбек бойындағы, және амперметр тізбек бойындағы тоқ күшінің мәнін көрсетеді. Тәжірибеге кезек берейік, яғни видео, бейне жазбамыз бар, соған назар аударыңыздар. Ендігі кезекте ішкі кедергіні анықтау үшін схемаға сәйкес электр құралдарын жинақтайық. Ол үшін параллель жалғаулы тұрған вольтметрді қалдырамыз сол күйінде. Енді осыған арғарай сырттан тағы да тізбек қосамыз. Яғни реостат жоғарғы тетігі жәлдегі қозғалысқа келетін реостат қолданамыз. Мінекей реостатты біздер вольтметрдің плюс полюсіне қарай жалғаймыз. Реостаттан шыққан сымды тоқтың күшін өлшеуге арналған амперметрге жалғаймыз. 3 амперлік деңгейге қосып отырмыз біз. Одан шыққан минус полюстегі сымын, яғни тоқ көзінен келген минус полюсіне қарай жалғаймыз. Яғни вольтметріміздің минустық полюсіне сәйкес келіп отыр. Яғни осылай етіп жалғаймыз. Сонда біз қазір вольтметр мен амперметрдің көрсетуін анықтауымыз қажет. Ол үшін тоқ көзін қосамыз. Қосқан жағдайда вольтметрдің көрсетуі бастапқыдағы көрсетуден кішкене өзгерді мәні, яғни ол 10-ші бөлікті көрсетіп тұр. Яғни бізде бір бөліктің құны 0,5 болса, 10-ші бөлік 5 вольт деген мәнді беріп тұр. Яғни бұл бізде кернеудің мәні. Енді тоқ күшінің мәнін анықтау үшін біз алдымен қай шкаламен, жоғарғы шкаламен
есептейміз, өйткені ол 3 амперлік тетікке жалғаулы тұр, яғни жоғарғы деңгейдегі шкалаға сәйкес 1 бөліктің құны 0,1 ампер кетсем, ол бізде қазір 3-ші бөлікті көрсетіп тұр, яғни ол 0,3 ампер деген мәнді көрсетіп тұр. Тура енді осы мәндерді өзгертуге болады, мына реостаттың тетігін. Егер біз өзгертетін болсақ, тетікті біз өзгертіп алдық, жылжытып, соған сәйкес кернеудің екінші мәнін анықтауға болады. Мінекей қарап отырсаңыздар, 9-шы штрихті көрсетіп тұр. Ол бізде сонда 1 бөліктің құнының мәніне көбейтіледі. 0,5-ке шығатын мән бұл екінші кернеудің мәні болады. Соған сәйкес екінші ток күшінің мәні бізде 6-шы штрихті көрсетіп тұр. 7-ші штрихті көрсетіп тұр. 1 бөліктің құны 0,1 етсем, яғни соған сәйкес екінші ток күшінің мәнін анықтайсыздар және кестеге енгізесіздер. Мінекей байқап отырғандарыңыздай, біз сіздермен қазір сызба бойынша, яғни схемаға сәйкес электр құралдарын жинақтадық. Қажетті вольтметрдің көрсетуі мен амперметрдің көрсетуін 2 рет өлшенген мәндері анықталды. Енді осы мәндерді мынау төмендегі кестеге толтырасыздар. Яғни бізде электр қозғаушы күш жағдайы 2 жағдаят үшінде бір мәнді көрсетеді. Ол бізде 6 вольт деп жазылады. Мынау бағанаға мына жерге ток күші мен кернеудің мәндері өлшенген 2 мәнін жазасыздар. Соңында мынау кедергі мен ішкі кедергінің мәнін анықтау үшін, яғни біз сіздермен толық тізбек үшін Ом заңының формуласына сәйкес түрлендірулер жүргізіп, мынау 2 жолмен айқындалған формула көмегімен айқындап алуларыңызға болады. Яғни мынау екінші жағдайдағы ішкі кедергіні табу үшін бізге сыртқы кедергінің мәні қажет. Ол сыртқы кедергінің мәні мынау тізбектің бөлігі үшін Ом заңының өрнегін пайдаланып түрленген формуласын қолданамыз. Яғни кернеуді ток күшіне бөлу арқылы кедергі табылады, сыртқы кедергі. Міне осы өрнектер арқылы ішкі кедергі мәні есептелініп шығарылады. Жұмысымыздың соңында қорытынды жасалады, яғни қорытындымыз бізде мына сұрақтарға жауап беретіндей мағлұматты қамту керек. Анықтап айтсақ, амперметр және вольтметрдің бір бөлік құны қалай анықталады, амперметр және вольтметрдің мәні қалай анықталады, және де электр қозғаушы күш және ішкі кедергіні қалай анықтауға болады деген сияқты сұрақтарға жауап беріп шығуымыз керек. Сонымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.